Сәлем достар, міне бүгін біздің тұрақты қызықты мәліметтер топтамасының уақыты да келді. Сізбен бірге Puzzle каналы. Ал енді ең қызықты мәліметтердің 8-ші бөлімін бірге көрейік. Барлығымыз білетін кетчуп Қытайда 17-ші ғасырда пайда болды. Оны ең алғашында тек балыққа арналатын соус ретінде қолданатын. Кетчуп деген атау да Қытай тілінен шыққан. Циап деген балықтың маринады деп аударылады. Уақыт өте кетчуп Европаға және Америкаға тараған. Ал 18-ші ғасырдың аяғында Генри Хайнц кетчупты көптеп шығарып, өз бизнесін ашқан. Сол кезден бастап кетчупты бүкіл әлем таныды. Бұл қай елдің туы деп ойлайсыз? Егер бұл үш колорды ту бір елге тиесілі деп ойласаңдар, сіз қателесесіз. Себебі бұл Марстың туы. Мына ту Марсты зерттейтін ғалымдардың ұжымымен таңдалып істелінген. Қызыл түс Марстың өзін, жасыл Марстың гүлденуін, ал көк болашақтағы атмосфераның түзелуін білдіреді. Бұл күлгін түсті картопты өтірік деп ойлап қалса болады. Алайда қазір күлгін түсті картоп шетелдегі дүкендерде сатылымда жүр. Картопқа көкөністердің селекциясы арқылы ерекше түсті берді. Шотландияда өсірілетін картоптың осы жылы 400 тоннасы сатылды. Картоптан жасалатын тағамдар, немесе чипсы сияқты өнімдердің бәрі күлгін түсті болып шығады. Ара 1 минуттың ішінде 11400 рет қанатымен қағып үлгереді. Соның әсерінен біз арадан бұжылдаған дыбысты естиміз. Теңіз шайтан балығы өте терең мекендейді. Ал көбіміз білетіндей, су терең болған сайын, оның тығыздығы жоғарылай бастайды. Өте жоғары тығыздық үшін теңіз шайтаны өз уылдырығын шаша алмайды екен. Бірақ бұл балықтың ерекшелігі, уылдырық шашар кезде екі балық бір ағза болып қосылып кетеді. Сол қосылу процесінде аталығы уылдырықтарды ұрықтайды. Уақыт өте екі балықтың ағзасы бір болып кетеді. Соның салдарынан ғалымдар басында теңіз шайтанының аталығын ұзақ уақыт таба алмайтын. Сөйтсе, олар бір ағза болып қосылып кетеді екен. Жер мен айдың арасындағы арақашықтық 384.440 шақырым. Бұл аралыққа Меркурий, Шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун сиіп кетер еді. Сіреңкені 19-ші ғасырдың басында Джон Уолкер деген химик ойлап тапты. Ол сульф сульфаты, калий хлорат, күкірт пен жерінді таяқшамен араластырып, таяқшаның басында қатып қалған қоспаны байқаусыздан тастың бетіне қатты тигізіп, от пайда болғанын байқады. Біраз уақыт өткен соң сіреңкелер кішкентай қорапшаларда бүкіл әлемде сатыла бастады. Өкінішке орай, Джон Уолкер ол уақытқа дейін өмір сүре алмай қалды. Мына жиіркенішті көрінетін тағамның атауы нато. Оны Жапония елінде таңғы асқа барлығы жейді деп айтса болады. Нато ферменттелген бұршақтардан істелінеді. Езілген әрі сасық бұршақтарды жеуге біздің асқазанымыз бейімделмеген шығар. Алматыдағы Қайынды көлі 1910 жылғы қатты жер сілкінісінен пайда болды. Таудан түскен өте үлкен тастар Шілік өзенінің ағынын тоқтатып, аңғар суға толды, ал сол жердегі тіршілік су астында қалды. Қайынды көлінің пайда болғаннан 100 жылдан асып кетті, ал су астындағы ағаштар әлі сол қалыпта. Бұдан да көп қызықты мәліметтерді білгіңіз келсе, біздің ВКонтактедағы тобымызға жазылуға ұмытпаңыз. Сілтемесі сипаттамада және бірінші комментарийде. Ал егер бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, Puzzle каналына жазылып, өз достарын шақыруға ұмытпаңыз. Егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз және әрдайым бірінші көретін боласыз. Бүгінге осы. Puzzleға жазыл.